Сәлем достар, егер зерттеулерге сенсек, бүгінгі айтылатын 7 қала болашақта жоғалып кетуі мүмкін. Оның барлығы климаттың өзгеруімен, судың немесе топырақтың әсерінен болуы мүмкін. Көптеген адамдар Сан-Францискодағы жер сілкіністердің қауіп-қатерін түсінеді. Калифорния университетінің мамандары 2086 жылы Сан-Франциско қаласында орын алатын 7 балл немесе одан жоғары жер сілкінісінің болу ықтималдығы 75% деп есептеді. Осы апаттан зардап шеккендер өз қалаларын қалпына келтіре ме? Олар мұны істей ме? Катрин дауылының алдында Жаңа Орлеандағы халық шамамен 500 мың адам болды. Дауылдан кейін бұл сан шамамен 2 есе азайды. Қазір ол бірте-бірте қайтадан өсіп келеді. Бірақ демографиялық көрсеткіштер Катринға дейінге қарағанда әлдеқайда төмен. Сан-Франциско тұрғындары шамамен 900 мың адамды құрайды. Бірде-бір ғимарат ірі жер сілкінісінен мүлдем қорғалмаған. Қазірдің өзінде осы қаланың халқы азайып бара жатыр. Әлемдегі ең романтикалық қалалардың бірі мыңдаған жылдар бойы суға батып келеді. Соңғы 100 жыл ішінде суға бату деңгейі айтарлықтай өсті және топырақ деңгейі 24 сантиметр төмендеді. Ал Венецияның тағдыры теңіз деңгейіне және жер асты суларының деңгейіне байланысты. Мысалы, 100 жыл бұрын Сан-Марк алаңы жылына 9 рет су басқан, ал қазір жылына 100 рет су басады. Италия үкіметі Венецияны қорғаудың әртүрлі жоспарларын әзірлеуде, бірақ олар жұмыс істей ме? Ешкім білмейді. Бастапқыда Мехико ежелгі империяның бастауы болды және бірте-бірте әлемдегі ең ірі қалаға айналды. Қазіргі заманғы мегаполисте 20 миллионнан астам адам тұрады. Ең әдемі сарайлар мен соборлардың туған жері болып табылатын қала батып бара жатыр. Мәселе топырақта. Кеуіп кеткен көлдің түбі қала үшін өте нашар негіз болып табылады. Үкімет қызметкерлері жариялаған деректерге сәйкес Мехико қаласы жыл сайын шамамен 9 сантиметрге отырып бара жатыр. Кішігірім Батыс Африка елі Гамбия эрозия мен теңіз деңгейінің көтерілуіне байланысты өз астанасын жоғалтып алуы мүмкін. Банжул бір күні су астында қалып қоюы мүмкін. Себебі теңіз деңгейі климаттың өзгеруіне байланысты көтерілген. Біртіндеп барлық елді мекендер су астында қалады. Елдегі ормандардың жартысынан көбі және күріш егістіктерінің 1/5 бөлігі де қайтымсыз жоғалады. Күріш өндірісінің төмендеуі ел үшін апатты жағдай. Сондай-ақ құрғақшылық пен су тасқыны қоса алғанда қоршаған ортаның өзгеруі болады. Көптеген туристік және балық аулау орталықтары жағалау аймағында орналасқандықтан экономика ауыр соққы алады. Қазіргі уақытта мемлекет жағалауды нығайтуға тырысуда, бірақ олар қаланы құтқара алады ма? Белгісіз. Құмды төбелер құнарлы жерлерге шабуыл жасағанда елеулі қиындықтар пайда болады. Дәл осындай қиындыққа оңтүстік Африкада орналасқан қала тап болды. Тимбукту қаласы тарихы 1000 жылдан асады. Ол бүкіл әлемде өзінің аттракциондарымен, соның ішінде көгілдір рифтермен және көптеген тарихи ескерткіштермен, әдемі жағажайларымен танымал. Өкінішке орай, оның кейбір аудандары жергілікті әкімшіліктің күш-жігеріне қарамастан құмға көмілген. Неаполь Италиядағы 3-ші ірі қала. 2012 жылы халық саны 960 мың адамды құрады. Бұл жерорта теңізінің жағалауындағы ең үлкен мегаполистердің бірі. Неапольдің тарихи орталығы ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұра тізіміне енгізілген. Неаполь шығанағының жағасында орналасқан Везувий жанартауы өте қауіпті болып саналады. Ол біздің заманымызға дейін 79 жылдары Помпей қаласын жойып жіберген еді. Везувий 100 жылда бір рет атқылайды. Соңғы атқылау 1944 жылы болды. Сарапшылардың пікірінше, келесі атқылау 2000 жылдардың ортасына қарай түседі. Ал Неаполь қызыл аймақта. Бұл дегеніміз
уақытылы көшірілмеген жағдайда 500 миллион адам жоғалып кетуі мүмкін. Бангкокқа да қауіп-қатер төніп тұр. Қала теңіз деңгейінен көтерілуіне байланысты суға батып бара жатыр. Жер асты тұщы сулар қоры да азайған. Теңіз деңгейінің көтерілуі осы қаланың үлкен проблемасы. Кейбір бағалаулар бойынша соңғы 100 жыл ішінде көшелердің бір бөлігі нақты арналарға айналды. Сарапшылар бұл мәселені шешу керек деп санайды, бірақ әлі күнге дейін олар нақты шешім туралы келісімге келмеді. Бірақ Таиланд билігі бұл мәселені шешуге асығар емес.